Баршаңызға сәлем. Бүгін біз вишнядан начинка дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қатырылған және косточкасы алынған вишняның үстіне 130 грамм сахар мен 15 грамм крахмалымды салып алып, осылай отқа қойдым. Отта осылай араластырып, үзбей араластырып тұру қажет. Бұл вишняның начинкасын барлық тәттілерге қолдануға болады. Торттарға, пирогтарға, даже пирожкилерге де ішіне салып жасауға болады. Өте дәмді болып шығады. Және де бұл жерде свежий вишнядан да жасауға болады. Менде просто қатырылған вишня, свежий вишнядан да өте дәмді болып шығады. Мінекей қайнап шықты. Қайнап шыққаннан кейін астын жай қоямыз. Мен астын отын өшіріп азайтып жатырмын. Мінекей енді жай қайнатамыз. 1-1,5 минут қайнағаннан кейін өзі байқайсыздар, қоюлана бастайды массамыз. Міне уже қоюланып жатыр. Қазір азғантай тұрғаннан кейін мен астын өшіретін боламын. Және де басқа суып тұрған ыдысқа құйып қоямын. Яғни бұны холодильникте де сақтауға болады. Кейін бір күннен кейін, 2 күннен кейін қолдана берсеңіздер болады. Даже суығаннан кейін де уже тортыңызға, пирогыңызға жасап қолдансаңыздар болады. Өте дәмді және өте осында қою, ыңғайлы, тортқа қосқанға сондай болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.